Дәмді орама. Ол үшін 1 стакан су, 1 шай қасық тұз салып, қамыр илеп бастырып қоямыз. Иу қанғанша 1 жуаны мейлінше майдалап, ұсақтап тураймыз. 150-200 грамдай капустаны мейлінше ұсақтап тураға тырысамыз. Капустадан кейін жылқының майынан ұсақтап, көбіктеп турап аламыз майын. Майын турап болғаннан кейін 2-3 картошканы көбіктеп турап аламыз. Картошкамызды, майымызды, пияз, капуста бәрін турап болғаннан кейін алдымен табаға майды салып қуырып аламыз. Қуырылған жылқының майына пиязымызды салып 5 минут бірге қуырамыз. 1 шымшым тұз салып, аздап қара бұрыш саламыз. Кеңірек ыдысқа картошкамызды салып, үстіне капустаны салып, жақсылап жылқының майы мен пиязды араластырып, керегінше тұз бен қара бұрыш қосамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырды жұқалап жайып, жаңағы начинканы 4-ке бөліп, қамырдың бетіне саламыз. Начинкасы жылқының майымен жасалғандықтан өте дәмді және сухой болмайды арасы. Қамырды 4-ке бөліп алғаннан кейін, фаршын салғаннан кейін, сосын ортасынан шетіне қарай ораймыз. Әр орамамызды жеке-жеке улитка сияқты орап, 4 орама жасап дайындаймыз. Әр ораманы мантаваркаға жеке-жеке саламыз, бір-біріне жабыспау үшін. Міндетті түрде мантаваркамыздың ішін майлаймыз. Орамамыз 30-35 минуттың ішінде дайын болады. Піскеннен кейін орамамыздың бетін жақсылап, сұйық маймен майлап қоямыз. Беті кеуіп қалмас үшін. Орамаға соусқа қаймақ немесе күзде жапқан помидор езбесін берсеңіз өте дәмді болады. Орамамызды түсірерде қасығымызда жалпақтау болғаны дұрыс. Міне орамамыз да дайын. Өте жақсы піскен, 30-35 минутта дайын болған орамамыз. Арасын кесіп көрейік. Арасы да өте жұмсақ, сухой болмаған, өте дәмді, иісі қандай керемет. Тіл үйіреді дәмі. Үйлеріңізде осылай үйдегі бар продуктымен осылай орама пісірсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.